Қандайсыз? Кім Мұхаммед? Мен бизнесмен болғым келеді. Исмаил. Өтеге әнші болғым келеді. Жақсы, Ерзат, сен кім болғың келеді? Мұғалім болғым келеді. Біраз жылды артқа тастап, көптен күткен ұлттық бірыңғай тестілеу де келіп жетті. Менің алдымда қайда барамын, кім боламын деген сауал тұрған еді. Мамандық таңдау бұл өмірімнің ең күрделі шешімдерінің бірі. Мамандық таңдар алдында ол маған не үшін керек? Мен өмір бойы осы салада жұмыс істей аламын ба? Бұл мамандықтың қыры мен сыры қандай деген сұрақтарға жауап беріп ойланған едім. Ел есінде 1 жыл қалғың келсе, ас бер, 10 жыл қалғың келсе, ағаш отырғыз. Ал мәңгі қалғың келсе, бала тәрбиеле дейді халық даналығы. Мен үшін ең қастерлі де қасиетті мамандық ол ұстаздық болды. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы Абай атамыз айтқан осынау қастерлі мамандықтың иесі атанғаныма 3 жылдан аса уақыт болды. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолындағы педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. Ана мейірімі мен ұстаз мейірімі егіз демекші, адам баласының өміріндегі қасиетті ұғымның бірі болып табылатын ұстаздық қызмет аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай жаһандану заманында тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойында ұлттық рухымызды сіңіріп, тілі мен ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу барысында мұғалімге жүктелетін міндет зор. Менің педагог ретіндегі басты ұстанымым өз ұлтыма рухани діңгегі мықты, қазақ елін әлемдік кеңістікке еркін самғата алатындай, білім мен тәрбие деп аталатын қос қанатын қомдаған заманына сай ұрпақ тәрбиелеуге өз үлесімді қосу. Халқымызда жас келсе іске деген керемет сөз бар. Демек, мен бойымдағы жастық жігерімді, күш қуатымды, жаңашылдығымды шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек деп ойлаймын. Болашақта өз оқушыларымды биік белестерден көрсем, сол үшін өзімнің кішкене де болсын үлесім тиген болса, мен өзімді бақытты ұстаз, бақытты адам деп білемін. Бүгінде 3 тілділік заман талабына айналып отыр. Елбасы 3 тұғырлы тіл саясатын жыл сайынғы жолдауында нақты атап көрсетіп келеді. 3 тілді жетік меңгерген тұлға қалыптастыру мақсатында осы оқу жылынан бастап 3 тілділік саясатын жүзеге асыра бастадық. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін дегендей, көп тіл білетін адамның көп нәрсеге қол жеткізетіні, басқаларға қарағанда қалаған жерінде жұмыс істеуіне де мүмкіндігі мол екені белгілі жайт. Келешекте жер жұрттың тілін біліп, мемлекеттің мүддесін, ұлтың мен жұртыңның жай күйін әлемге дауысың жететін мінберден асқақтата айтып тұратын күнге жетуіміз керек. Міне, сондықтан да еліміздің бәсекеге қабілетті елдермен теңесетін жағдайында осы 3 тілді жетік меңгерген білікті мамандардың қажеттілігі артатыны сөзсіз.